Бұрын алған дипломын өмір бойы азық болады деген түсінік бар еді. Енді оның орнын өмір бойы оқы және үйрен деген қағида басу керек. Қазір жұмыс берушілер үшін ең бастысы диплом немесе сертификат емес. Олар іздене білетін, жаңа талапқа икемделе алатын, тәртіпті және оқыпты жас мамандарды бағалайды. Яғни, қызметкердің қолындағы қағазға емес, қарым қабілетіне мән береді. Сондықтан әр азамат үздіксіз оқу керек. Осындай білімге құштарлықты баланың бойына мектептен бастап сіңіру қажет. Яғни балаларымыз білікті маман болсын десек, ең алдымен орта білім сапалы болу керек. Ол үшін оқу жоспарын заман талабына сай етіп, құдайы жетілдіріп отыру қажет. Түрлі кәсіпті жылдам меңгеруге мүмкіндік беретін арнайы бағдарламаларды мектеп жүйесіне кіріктірген жөн. Сонда оқушылар өзгеріске тез бейімделуді үйренеді.